Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы интернеттегі авторлық құқық және плагиат мәселелері. Бүгінгі сабақтан интернеттегі авторлық құқық және плагиат мәселелері жайлы білетін боласыңдар. Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы және интернет желісінің тұрақты ұлғаюы пайдаланушылар үшін жаңа мүмкіндіктерді ашты. Қазіргі кезде интернетте рұқсатсыз көшірілген фильмдер, компьютерлік ойындар, музыка және компьютер программаларын тарататын сайттар көп. Бұл әрине осы өнімдер жасаған авторлардың құқығын тікелей бұзу деген сөз. Авторлық құқықпен қорғалатын туындыларға мыналар жатады: мақалалар, ғылыми еңбектер, компьютерлік программалар, әдеби шығармалар, көркем өнер туындылары, архитектуралық сызбалар, әннің сөзі мен музыкасы, пьесалар және сценарийлер, кинофильм және мультфильмдер, дыбыстық жазбалар, фотосуреттер. Оқушыларына берілген мәліметті дәптерімізге жазып аламыз. Авторлық құқықпен қорғалған автордың туындыларын қайта шығаруға немесе басқалардың пайдалануына рұқсат беру құқығы. Интернетте жарияланған шығармалардың авторлары өз туындыларын жеке пайдаланушылардың қолданғанына қарсы болмайды. Мысалы, пайдаланушы өзінің жеке қажеттілігіне қарай суретті көшіріп пайдаланса, әдетте автор оны авторлық құқықтарын бұзу деп санамайды. Бірақ суретті пайда табу мақсатында көшіріп алып, таратса, бұл біреудің зияткерлік меншігін рұқсатсыз пайдаланып, пайда тапқан болып саналады. Авторлық құқық туралы ескерту сайтта орналасқан туындыларда жазылмаса да, ол авторлық құқық туралы заңдармен қорғалады. Авторлық құқықты қорғау таңбасы. Бұл сыға ұқсас таңбасы кез келген туындының авторлық құқықпен қорғалғанын көрсетеді. Бірінші суретке назар аударамыз. Егер автор өз туындылары орналасқан сайтқа осындай таңбаны қойса, пайдаланушыға сайтта жарияланған электрондық туындылардың авторлық құқықпен қорғалғанын хабардар етіп отырады. Мысалы, интернеттегі кез келген поэзиялық немесе прозалық шығарманы өз сайтыңа немесе басқа сайтқа өз атыңнан жариялай салу өте оңай, бірақ мұндайды заң тілімен айтқанда плагиат деп атайды. Мұндай ұрлық істеген пайдаланушы заң алдында жауап береді. Біздің елімізде де авторлық құқық мәселесіне ерекше мән беріледі. Қазақстан заңнамасы бойынша интернет желісінде авторлардың құқығын бұзғаны үшін жауапқа тарту көзделген. Авторлық құқықтар және сабақтас құқықтар туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы заңында авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғау көзделген. Цифрлық технологиялардың даму қарқыны гиперсілтеме ұғымын күнделікті қолданыстағы негізгі ұғымдардың біріне айналдырды. Өткен тақырыпта құжаттағы кез келген объектіні интернет сайт адресімен байланыстырып, бірден ашуға болатынын білдік. Автордың сайтына сілтемені бүкіл желіге таратуға қаншалықты құқығымыз бар? Біз осы әрекетіміз арқылы авторлардың құқығын бұзып жатқан жоқпыз ба? Деген орынды сұрақ туындайды. Осы күнге дейін интернетте электрондық құжаттар арасындағы байланыс үшін гиперсілтемелерді пайдалану заң жүзінде нақтыланбай келеді. Мысалы, интернеттегі сайтта автордың қызық повест, роман немесе басқа да туындысы болсын делік. Біз гиперсілтеме беру арқылы басқалардың да осы сайтты көруіне және оқуына мүмкіндік жасаймыз. Бір жағынан автордың сайтына сілтеме беріп, интернет арқылы автордың туындысын жарнамалаймыз. Әрине, бір қарағанда авторға тиімді сияқты, ал екінші жағынан қарасақ, біз автордың еңбегін рұқсатсыз таратып, оның авторлық құқығына зиян келтіріп жатқандаймыз. Осының салдарынан авторлардың интернеттегі электрондық еңбектері оның рұқсатынсыз гиперсілтемелер арқылы тарап, авторлық құқық иелерінің электрондық еңбектерінен пайда табуына зиян тигізуде. Есіңде сақта, интернеттен алынған деректерді немесе туындыларды пайдаланғың келсе, онда міндетті түрде оның авторына сілтеме жаса. Егер бұл туындыларды коммерциялық мақсатта, яғни пайда табу үшін қолданатын болсаң, онда автордың келісімін алу керек. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын.
осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.